Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен Менелай теоремасын қарастыратын боламыз. Менелай теоремасы былай дейді, яғни ABC деген үшбұрыш берілсе, сәйкесінше С1, А1 және Б1 деген нүктелер берілетін болса, яғни мына жақта мына Б1 деген нүктеміз, мына АС қабырғасының созындысында жататын болса, онда бізде мына қатынасымыз орындалады екен. Яғни АС1 бөлінген С1Б, одан кейін көбейтілген БА1 бөлінген А1С көбейтілген СБ1 бөлінген А1 ол бізде бірге тең екен көбейтіндісі осылардың. Ал енді біз қазір осыны дәлелдеп көрейік. Бұны дәлелдемес бұрын ең бірінші біз дәлелдеуді бастайық. Онда яғни мына жерден мына С нүктесінен мен қазір былай бір түзу жүргізейін. Ол мынау сәйкесінше С1 Б1 түзуімен К нүктесінде қиылыссын. Яғни дәлелдеуін бастайтын болсақ, ең бірінші онда біз СК деген бір түзу жүргіземіз. Ол бізде АБ-ға параллель болу керек. Демек, енді осыдан көріп тұрғанымыздай, бізде мынау екеуі бір-біріне параллель. Енді осы жерден көретініміз үшбұрыш КСБ1 ол бізде үшбұрыш АС1 Б1-ге ұқсас болады екен. Бұл бізде, яғни мына СК және АБ деген түзуіміз екеуі бір-біріне параллель болғандықтан, онда сәйкесінше мына жердегі бұрышымыз мынаған тең болады, және мынауымыз мына жердегі бұрышымыз тең болады екен. Яғни екі параллель түзуді үшінші түзумен қиған кезде олардың міне сәйкес бұрыштары тең екен. Енді келесі бұдан көріп тұрғанымыздай, сонда мына екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас екен. Демек, бұл жерде мен қазір СК қабырғасын және қатынастарын жазатын болсақ, онда үшбұрыштың ұқсастық белгісін пайдаланып, демек СК-ның АС1-ге қатынасы, ал ол тең болу керек бізде мына СБ1-дің мынау үлкен үшбұрышымыздың қабырғасы АБ1-ге қатынасы екен. Енді келесі, яғни үшінші қабырғасы, яғни КБ1-дің мына С1 Б1-ге қатынасы дегенді оны алмай қойын, тек осы жерден мына екі теңдікті ғана алайын. Енді келесі көріп тұрғанымыздай, тағы да бұл жерден бізде ұқсас үшбұрыштарды байқауға болады екен. Ол бізде, яғни мынау С1 Б1 және мына үшбұрышымыз А1 СК деген үшбұрышымыз ұқсас екен. Себебі мына екі түзу бір-біріне параллель болғандықтан, онда бізде бұрыштарымыз да сәйкесінше тең болады. Мына бұрышымыз мынаған және мына жердегі бұрышымыз мына Б бұрышына тең екен. Демек, бұл бізде үшбұрыштар ұқсастығының бірінші белгісі бойынша, яғни екі үшбұрыштың бұрыштары бір-біріне тең болатын болса, онда ол екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас деп айтамыз. Демек, онда мен осы жерден оны көк түспен жазайын. С1 Б А1 ол бізде ұқсас екен үшбұрыш А1 КС үшбұрышына ұқсас екен. Енді осы жерден бағанағыдай қабырғалардың қатынасын алатын болсақ, онда СК бөлінген С1 Б көріп тұрғандарыңыздай, ол тең екен бізге мынау СА1 қабырғасы. СА1 деген қабырғасын алайық. СА1 бөлінген мынау БА1 дейік. БА1. Енді осыдан екеуінен де көріп тұрмыз, СК-ны өрнектеп алайық. Мына жерден СК-ны және мына жерден СК-ны өрнектеп алайық. Сонда бізде не шығады бұл жерден? СК деп отырғанымыз мынадан қызыл түспен. Қазір астына жалғастырайық. Сонда СК ол тең СБ1 көбейтілген АС1 бөлінген АБ1 екен. Енді мына жақтан СК-ны өрнектеп алатын болсақ, СК деп отырғанымыз С1Б көбейтілген СА1 бөлінген БА1-ге тең екен. Енді осы жерден мына екеуін бір-біріне теңестіре салайық. Сонда бізде не шығады? Мына екеуін бір-біріне теңестірген кезде СБ1 көбейтілген АС1 бөлінген АБ1 ол тең екен С1Б көбейтілген СА1 бөлінген БА1 екен. Енді мынау біздің суретімізге сәйкес Менелай теоремасының жазылуын қазір бір қарап өтейік. Яғни бұл жерде алымында АС1 деген тұру керек екен. Демек, мына жақтан көріп тұрғандарыңыздай АС1 деген бізде мына сол жақ бөлігінде орналасқан ғой. Демек, онда мына теңдіктің екі жағында, мына теңдіктің оң жақ бөлігінде тұрған мына өрнекке бөліп тастайық. Сонда бұны бөліп тастасақ, С1Б-ға көбейтілген СА1-ге және БА1-ге бөліп тастайтын болсақ, онда бізде не шығады? АС1 көбейтілген СБ1 көбейтілген, мынау бізде алымына кетеді ғой, БА1. Ал енді осының бөлімінде бізде мынаны қалдырайық. С1 Б көбейтілген АБ1 көбейтілген және СА1 деген болады. СА1. Бұл бізде неге тең? Бірге тең, мына оң жағын өз-өзіне бөліп тастасақ бірге тең болады ғой. Енді осыдан
Көріп тұрғанымыздай Менелай теоремасын міне дәлелдедік. Қазір сәйкестендіріп көрейік. Міне көріп тұрғандарыңыздай Менелай теоремасы бойынша AC1 бөлінген C1B дейді. Міне AC1 бөлінген C1B, келесі CB1 бөлінген AB1, міне. Одан кейін BA1 бөлінген A1C дейді. Міне, яғни бұлардың үшеуінің көбейтіндісі бізде 1-ге тең екен. Сонымен міне Менелай теоремасының дәлелдеуі бізде міне осылай ғана қарапайым түрде, яғни үшбұрыштардың ұқсастығын пайдаланып дәлелдедік.